Баршаңызға сәлем, қыздар, бүгін сіздермен трюфель пирогын әзірлейтін боламыз. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып аламыз, шекерімізді қосып жақсылап араластырамыз. Енді айранымызды алып, оған жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай көпіршіп реакция жүру қажет. Енді жаңағы жұмыртқалы массамызға айранымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Енді кезекте құрғақ қоспаларымызды бір-бірімен араластырамыз. Ұн, какао, разрыхитель үшеуін бір-бірімен біріктіріп, електен өткізіп, жаңағы жұмыртқалы массамызға араластырып қосатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер. Мінекей бізде осындай қоспа пайда болды. Енді 100 грамм қайнап тұрған суымызға кофе қосамыз. Менде осындай түйіршікті кофе. Сіздер кез келген кофені қоса берсеңіздер болады, қыздар. Мен сондықтан ситадан өткізіп алдым. Енді жақсылап араластырамыз. Біздің тестамыз дайын. Енді пергамент қағазын төсеп, 22 диаметрлік формада қызып тұрған пешке салып, 45 минут пісіріп аламыз, қыздар. Піскенін шпажканың көмегімен тексеруді ұмытпаңыздар. Шпажка құрғақ шықса, біздің пирогымыз дайын деген сөз. Пирогымыз дайын. Енді бетіне ганашымызды құйып, жақсылап жағып шығамыз. Әрлеуін өздеріңіз қалауынша жасасаңыздар болады. Мен арахис қолдандым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің пирогымыз өте нәзік әрі влажный пирог болып шығады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тіпті заказға жасасаңыздар да болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған Оспан Диана. Ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Кәделеріңізге жарасын.